қабақтарыңды жинап, ата енеге қызмет етіңдер. Қайтам, айналайын келіңдер, қабақтарыңды ашып қызмет қылыңдар. Қараңыздаршы, жалпы біздің қазақтың қоғамында келіндерге бір обслуживающий персонал сияқты қарайды, байқайсыздар ма? Как будто бы сол әулетте, сол үйде ешкім тамақ жасай алмайды, ешкім артын жинай алмайды, ешкім шай іше алмайды, ешкім айтқан кезде бір бытовой инвалидтер сияқты қарайды өздеріне ше. Келін келеді, как будто бы полный бәрін тазалау керек, бәрін жуу керек. Келінде арманы бар емес па? Келінде айтқан кезде мақсаттары бар емес па? Мен өте көп стримда разборлар жасаймын ше. И мен байқаймын, жаңасы 30-35 келіндер, не в обиду, конечно, вам, многие необразованные, даже оқуын бітірмеген, высшее образование жоқ. Не себептен? Потому что келдің, сразу 4 бала туғызды, сразу жаңағында 50 килограммнан 150 килограмм болып кеттің, сол былай айтқан кезде таста сініп жүрсің сол әулетке. Өйткені никто у тебя не спрашивал, сен дамыйсың ба, өсесің ба, может быть, жұмыс жасайсың, өзің хоббиің бар деп. Потому что біздің келіндерге как обслуживающий персонал сияқты қарайды. Бортпроводница, официант, еще ол ата ененің көңілін тауу керек, күйеуінің көңілін тауу керек, достарының, туысқандарын. То есть, понимаете, да? Как будто бы ол келіні былай алғанда, мә, что хотите, то делать, ана мысықпен ит таламды сол сияқты, енді грубо айтқан кезде. Понимаете, к сожалению, так. Өзімде ата-анамын, өзімде ұлды бағып жатырмын. Мен білем да, ол оңай емес, ол қызды да бақ. Тем более қызды, чтобы бағу үшін, қағу үшін, тәлім тәрбие үшін ол зат оңай зат емес, ол бала емес. Балаға может кішкене жеңілдеу шығар, бірақ именно қызға оңай емес. Сіздер ата-аналарыңыз былай бет алып келеді да өмірге дейін. Сөйтіп 18-20 жылдан кейін ол тұрмысқа шығады, и өмір быт шығып кетеді. Понимаете, да? Поэтому келін обслуживающий персонал емес, келін бортпроводница емес, келін официант емес. Оларға да өзіңнің айтқан кезде армандары мен мақсаттары бар. Хотя бы реализовать етуге оған көмектесу керек. Неме кедергі етпеу керек. Көп келіндер, которые мысалы медте оқитын, мұғалім болып оқитын, осы қанша декретке шығып кетіп, бала туып, немесе жұмысқа кіріп кетіп, төлей алмай жаңағында тұрмыстан кейін қаншама келіндер қазір дипломнан айырылып отыр. Ол не себептен? Өткені айтып жатырмын ғой. Үйленеді, сонымен ары қарай болды, короче. Өмір сонымен аяқталды. 4 баламен, бытпен, кухнямен, тамақпен, қазан ошақпен. Тағы да айтайын, құрметті ата-аналар, құрметті енелер. Если вашу жизнь когда-то превращали в ад, хотя бы басқа бір қыздың, дәл сондай қыздың өміріне кедергі етпеңіздерші, өйткені она достойна быть счастливой женщиной. Астына пікірлеріңіз жазып кетіңіздер. Әйелін ұратын еркектер малсыңдар деп кеше Димаш ашулы пост жариялап дөп басып еді. Сәлден соң белгілі заңгер Айгүл Орынбек бұл мәселені тереңірек зерттеп, адамды кәдімгідей бір ойландырып бастайтын жазба қалдырды. Мұқият тыңдаңыз, былай дейді. Мен 15 жыл бұрын ескерттім. Енді көздерің жетіп жатыр ма дейді. Мен 15 жылдан бері күресіп келе жатқан теріс ағымдардың нәтижесін ұлтымыз енді көріп жатыр. Көздерің енді жетті ме дейді. Қайдасыңдар? Тек қыздардың шүберегімен, тек қатындармен алысып жүрген ағалар. Кекіріп отырып, делебелерін қозып, уағыз айтып, тек қыздарды ғана жазалайтын әңгіме айтатын едіңдер ғой. Міне, сол уағыздарыңның нәтижесін көріңдер дейді. Сақалды, келте балақтылардан не зиян көріп жатырсың дейтін едіңдер дейді. Міне, ұлтқа тигізіп жатқан зардабы. Тәрбиелеген жігіттеріңнің әлдері тек қатындарға ғана жететінін дәлелдеп жатыр. Ал оларды тек қатындармен алыстырып қойған мына сендер дейді. Өліп жатқан әйелдердің бәріне сендер кінәлісіңдер. Қыз кезінде жайнап жүрген гүлдерді біртіндеп өлтіріп жатыр. Міне салафиттер мен уахабиттердің еңбегі осы дейді. Мен осындай миы уланған теріс ағымдылармен күресіп жүргенде сен діннің дұшпанысың деп мені аямайтын едіңдер. Енді не дейсіңдер? Қаншама өлген қыздың құқығын қорғап жүрген заңгер ретінде айтайын. Бұл бер жағы ғана. Бұл өмірде әйелді нәпсілеріңді қандыратын жай ғана жануарға теңеп, әйелді адам емес зат ретінде көрсететін едіңдер. Тозақта әйелдер көп, жұмақта бізді қор қыздар күтіп алады деп бөсетіндерге әйел адам жай ғана мал сияқты. Ұнамады ма қорлайды, ұрсады, жазалайды, тіпті бауыздап тастауға дейін барады. Бір еркектің ашуы әйелдің өмірінен бағалы болып кеткен елде өмір сүру қандай қорқынышты дейді. Ұлттық қауіпсіздік комитеті оянамыз дейді. Мен әйел адамның өмірі қорғалатын қауіпсіз елде өмір сүргім келеді. Бізде салафилер мен уахабиттер қайта күшейіп жатыр. Қазір
маска киіп сахнаға қайта шыға бастады. Бүгін қазақ қыздарын аялау керек деп басқаша сайрай бастады. Бірақ мен олардың бұрынғы уағыздарын да, бұрынғы көзқарастарын да ұмытқан жоқпын. Бүгін әйелдеріміздің басынан өтіп жатқан қасіретке қарап ойланыңдар. Бұлар әйелді ғана жоймайды, бұлар отбасын жояды. Отбасымен бірге ұлтты жояды. Өйткені ұрпақ көбейтетін, бала тәрбиелейтін әйел жойылса, ұлттың өзі жойылады. Сондықтан бұл жай ғана әйел мәселесі емес, бұл ұлттың мәселесі деп нүктесін қойды. Ойыңыз қалай достар? Менің ойым өте қарапайым. Алла сақтасын, егер бізбен сіздің қызыңызды күйеуі сабайтын болса, әрине ол мал емей немене. Өзіміз тырнап ашқаннан қорқамыз, әлеуметтік желіге кірсек, тағы не болды екен деп ше. 2 күннің бірінде әйелдердің өлімі, зорлық, зомбылығы, неше түрлі осындай жаңалық естиміз, құрсын бет аулаққа. Мына еркектер тәрбиелеу керек, мына үйде мақұл енді, мына кеткен еркектерді ешкім тәрбиелей алмайды енді, олар тәрбиеленіп кеткен шығар енді. Солай кетті. Мына үйдегі ұлдар тәрбиелейік деп масқара ғой. Ойбай, текті жерден қыз аламыз, текті жерден қыз алу керек деп мына еркектердің шешелері отыр. Сен өзің тектісің ба? Сен өзің ана ұлды адам құсап, қатын құсатпай, шоколадқа бола төбелеспейтіндегі өсірдің ба? Міне мәселе сода. Соны да ойласайшы, текті жерден қызына жабысқанда сен соған лайықсың ба? Соны да ойлашы. Жәнім әшейін, келінді күте алмаған күн қылады дейді. Жібекті түте алмаған жүн қылады дейді. Келіннен көре бермеңдерші, болды, тойдық, біліп отырмыз. Ана ұлды да тәрбиелейікші, үйіндегі ұлды да ше. Қазіргі еркектер бар ғой, қит етсе шешесіне бәрін жеткізеді. Біздің қазіргі шешелер бар ғой, аңдып отыр, балам не дейді екен? Ойбай, бәрін өлгіндер ғой, басқа шаруа жоқ енелерде. Бәрін шешесіне жеткізіп отқан еркектер бар. Өзің шешемайсың, отбасың мәселесі. Зу етіп тұрсың. Сыпылдап тұрсың, ұрысқа да жақынсың, төбелеске де жақынсың, адамгершілік жоқ. Осындай еркек мынадан. Сендер әлі еркек емессіңдер, бірақ мен сендерге айтайын, сендер әлі баласыңдар. Сөйте тұра үйленгілерің келеді, балалы болғыларың келеді. Бірінші мына үйіндегі еркек 20-ға толама, жоқ 30-ға толама, нау үйленіп басымен қосып біреудің басын алып жүре алама, соны ойланып бар үйлендіріңдерші, Құдай ақы. Бәріміз бала өсіріп отырмыз. Асылға айтсақ, Құдай сақтасын, Құдай кешірсін. Көрінген көдей сөдейіне дейін тегі дала жит еткізіп отыратын шешелер. Оңбайсыңдар. Келінін бар ғой, байы қорғап, өзің отбасын деп битіп отырудың орнына қатынын шешесімен қосып жамандайтын еркектер бар. Әй, есалаңсың. Мен саған айтайын. Соны тыңдап отқан, соны айтқызып отырған, содан кәйістеп отқан шешесі де есалаң. Кексіз деп соны айтады. Ақыры келіннің міндетін айтасыңдар ма? Келін ананы істеу керек, келін бәрін көңілін ашу керек, келін үйту керек дейсіңдер ма? Пускай келін де ырымын білесіңдер ғой, келін қандай болу керек екен, ата ене қандай болу керек екен деп біліңдер. Шықты ма, туды ма балам, тағыңдар бір алтынын. 100.000 теңгелік алтын тағыңдар. 100.000 теңге тұрады, сол жүзік қазір 100.000 теңге болып қалды. Сондай тағыңдар туған күнінде бір гүлма торт ба бер жерінде. 20.000 сап қойыңдар Каспийіне. 20.000 сап, о бишараға жетеді 20.000. 20.000 емес 10.000 де жетеді. Бишара, туған күнің құтты болсын деп сап қой. Туғаныңа, маған немере сыйлағаныңа бишара, 20.000 теңге. Бір памперс аларсың бишара деп сап қойыңдар, болды. Жоқ, онда кезде істемейді. Только келінікі міндет. Ойбай, сен келінсің ғой дегенде, ой, заңды біледі бәрі, күшті біледі. Басқа кезде естерінен танып қалады бәрі. Түсінбей қалады. Әйелдер қауымына, қыздар қауымына сұрақ. Егер сізге бір күнге еркек болуға, жігіт болуға мүмкіндік берілсе, сіз не істер едіңіз? Ал кеттік.